Хазірет әке Франсис папаның ораза кезеңіндегі 5-ші жексенбі күні жайлы уағызы. Құрметті бауырластарым, ертеңгісін Иса қалаға қайта оралып, ғибадатханаға барды. Сонда бүкіл жұрт оның қасына жиналды. Жохан 8:2. Неке адалдығын бұзып жатқан жерінде ұсталған бір әйелдің оқиғасы осылай басталады. Оқиға ахуалы тыныш көрінеді. Бұл Жерусалем қаласының ортасында орналасқан ғибадатханадағы азан уақыты. Мұндағы басты рөлдер Құдайдың халқы. Жұрт ғибадатхананың ауласынан ұстаз Исаны іздеп жатыр. Адамдар Исаны тыңдағысы келеді. Өйткені оның сөздері оларды жұбатып, нұрландырады. Исаның тәлімі дәрексіз емес еді ғой. Тәлімі күнделікті өмірге қатысты екен. Оның тәлімі адамдардың өмірін босатады, өзгертеді, жаңартады. Ғибадатханаға назар аудармай, Исаның айналасында жиналатын Құдай халқының сезгіштік қабілеті осылай. Бұл оқиғада барлық замандарда өмір сүрген сенушілер, яғни Құдайдың қасиетті халқы бейнеленген. Иса қасына жиналған жұрттың алдында асықпады. Інжіл мынаны айтады. Иса отырған соң оларға тәлім берді. Жохан 8:2. Бірақ Иса үйрететін сабақта бос орындар бар, қатыспайтындар да бар. Алдымен әйел мен соны айыптаушылардың орны бос. Осылар ұстаз Исаға жақындаған жоқ. Әйелдің және соның айыптаушылардың келмеуінің себептері әр түрлі. Дін мұғалімдері мен парызшылдар бәрін білеміз, әрі Исаның тәліміне мұқтаж емеспіз деп есептейтін еді. Осы әйелде бақыт болғым келеді деп қате жолмен жүретін еді. Бұл адамдардың Исаның қасына жиналып болмағанының себептері әр түрлі. Солардың әңгімелерінің шегі де әр түрлі. Осы бастапқыда осы қатыспайтын кісілер туралы ойланайықшы. Алдымен әйелді айыптаушыларға назар аударайық. Олардың өзінің әділдігімен, Таурат заңын орындауымен, имандылығымен, адалдығымен мақтанатындардың үлгісін байқап көре аламыз. Мұндай адамдар өздерінің кемшіліктерін байқамайды, алайда басқалардың кемшіліктеріне өте сезімтал. Мұндай адамдар Исаға жабық жүрекпен жақындап келеді. Сондайлар келіп, Исаны сынап айыптайтын сылтау табу үшін осыны айтқан еді. 8:6 Жохан. Осы мінез құлық осы білімді мен діндар адамдардың ішкі жағдайын көрсетеді. Олар киелі жазбаларды жақсы біледі, ғибадатханаға барады, бірақ олар бәрін өз мүдделеріне бағындырып, жүректеріндегі жаман ойлармен күреспейді. Басқа адамдар оларды Құдай сөзінің белгілері деп санайды. Бірақ дәл осы білгірлер Исаның қадір қасиетін мойындамайды. Бұған қоса, олар Исаны өлтіруді қажет ететін жау деп санайды. Осы себепті олар Исаға бір әйелді әкеледі. Олар әйелді «Мына әйел» деп менсінбей, оны неке адалдығын бұзған қылмысы үстінде ұсталды деп айыптайды. Олар бұл әйелді тас лақтырып өлтіруді талап етеді. Олар Исаның мейірімділігіне деген жек көрушіліктерін мына әйелге аударып салады. Солар мұның барлығын діндар деген атақ даңқының артына жасырып жасайды. Бауырластарым, бүгінгі Інжілдегі бұл кейіпкерлер біздің тақуарлығымызды да екіжүзділік пен басқаларды соттайтын, әдетпен ластайтынын көрсетеді. Осылай кез келген уақытта да, кез келген қоғамда да болуы мүмкін. Әрқашан Исаны дұрыс түсінбей, мінәжат еткенде оның есімін айтып, өз іс-әрекетіміз арқылы Исаны жоққа шығару қаупі әрқашан бар екен. Бұл сондай-ақ айқыш ымын құрметсіз түрде жасауға қатысты болуы мүмкін.
Ұстаз Иса басқаратын мектептің оқушылары екенімізді қалай тексере аламыз? Мұны өз көзқарасымызбен ғана, яғни басқа адамдарға әрі өзімізге қалай қарайтынымызбен тексере аламыз. Біздің Исаға мойынсұнып, оған тиесілі екендігіміздің басты өлшем шарты осы. Біз басқаларға ізгілік жасағанымызды ғана Исаның шынайы шәкірттері бола аламыз екен. Исаның бізге үйреткенін істеп жатырмыз ба? Біз адамдарға мейірімділікпен қараймыз ба? Әлде басқаларды соттап менсінбейміз бе? Бүгінгі Інжілдегі осы әйелді айыптаушылар сияқты әрекет етеміз бе? Мұндай кісілер Құдай сөзін қорғаушы болып көрінеді, бірақ сол сәтте-ақ олар бауырластарын қорлап жатқанын түсінбейді. Шындығында, басқаларды айыптау арқылы сенімін қорғаймын деп ойлайтын кісі қатты қателеседі. Мұндай кісінің діни ақыл ойы болса да, жүрегінде Інжілдің шынайы рухы жоқ екен. Ондай кісі Құдайдың басты қасиеті болып табылатын мейірімділікті сезінбейді. Ұстаз Исаның шынайы әрі шәкірттері екенімізді түсіну үшін өзімізбен қарым-қатынасымызды түсінуіміз керек. Әйелді неке адалдығын бұзып қалды деп айыптаушылар барлығын толық танып білетініне сенімді. Солардың сыртқы келбеті мінсіз, бірақ жүректері арамдыққа толы. Мұндай кісілер тақуалықты мақтаныштыққа айналдыратындардың мысалы. Олар сыртқы салтанатты атап өтеді, бірақ жүректерінде кішіпейілдігі жоқ. Тек кішіпейілділік кісінің ең үлкен рухани байлығы. Иса үшін сыртқы келбетіміз маңызды емес, ол үшін маңыздысы құтқарылу қажет екенін түсінетін кішіпейіл адам. Соның рухани ашықтығы мен мойынсынуы. Сондықтан біз мінәжат етіп, әдемі діни рәсімдерге қатысқанда өзімізден сұрап көрейік. Біздің ақыл ойымыз жаратқан иенің еркіне сәйкес келе ме? Иеміз Исаға сүйеніп былай да сұрайықшы. Уа Иса, мен сенімен біргемін. Менен нені қалайсың? Менің жүрегімде, мен өмірімде нені өзгерткенімді қалайсың? Басқаларға қалай қарағанымды қалайсың? Бұл пайдалы сұрақтар. Иса ұстаз сыртқы көрініске мән бермейді, бірақ кісінің жүрегінде адалдықты іздейді. Исаға жүрегімізді толығымен ашқанда, ол біздің жүрегімізде зор кереметтер істей алады. Енді неке адалдығын бұзып жатқан жерінде ұсталған әйелдің оқиғасына назар аударайық. Осы әйелдің жағдайы үмітсіз болып көрінеді. Алайда оның алдында жаңа мүмкіндік ашылады екен. Осы қарабет әйел көпшілік алдында ұятқа қалды. Ол аяусыз үкімді естіп, ауыр жаза алуға дайын. Бірақ кенеттен осы әйел Құдайдың оны кешіретінін таң қалдырады. Құдай оның болашағына керемет жол ашады. Саған ешкім үкім шығарған жоқ па? Мен де саған үкім шығармаймын, бара бер. Бұдан бұлай күнә жасаушы болма, деді оған Иса. Ұстаз Иса мен әйелді айыптаушылардың арасындағы айырмашылық осында. Әйелді айыптаушылар басқаларды да айыптау үшін киелі жазбаларды жатқа білді. Құдай сөзі болып Иса Мәсіх әйелді толығымен ақтап, соның үмітін қалпына келтірді. Сондықтан мынадай қорытынды жасауға болады. Құрмет пен сүйіспеншіліксіз берілген тәрбие оны қабылдаған адамға зиянын тигізеді. Құдай әр адамға арналған жолды әрқашан ашық қалдырады. Құдай адамды қандай жағдайда да азат етіп, құтқаруды біледі. Осы әйелдің өмірі Құдайдың кешірімімен өзгерді. Бұл оқиға бойынша Құдайдың мейірімі мен адамның қайғысы кездеседі. Осы әйел өзгеріске түсті. Исаның кешіріміне ие болған ол өзі кешіруді үйренген болуы мүмкін. Бәлкім ол енді өзінің айыптаушыларын зұлым
және қатыгез адамдар деп санамай, оны Исамен кездесуге көмектескендер деп санайтын шығар. Иеміз Иса біз кешірілген шәкірттері болғандықтан, адамдар арасында татуластырушылар болғанымызды қалайды. Бұл Құдай туралы мынаны айтуымыз керек. Құдай мүлдем адасқан адам дегенін қабылдамайды. Ол әрқашан кешіретін Құдай екен, әрқашан. Құдай тоқтамай кешірім беруші екен. Өкінішке орай біз кешірім сұраудан шаршайтынымыз шығар. Құдай бізді әрқашан қолдап, әр сәтте басынан бастауға мүмкіндік береді. Құдайдың көмегінсіз жаңа, өзгеше, мейірімді өмірдің бастамасы болмайтын күнә немесе қате жоқ екен. Осындай күнәлар жоқ. Құдай бәрін кешіреді, бәрі де. Иеміз Иса осындай. Исаның кешіріміне ие болғандар ғана оны шынымен біледі. Бұлар Інжілдегі осы әйел сияқты. Құдай біздің ішкі жараларымызды емдеуді қалайтынын түсінеді. Дәл осындай жағдайларда иеміз адамға көрініп келеді. Өйткені ол дені сауға емес, ауру адамдарға келді. Бүгін Құдайдың рақымдылығын алып, Исаның кешірімінен айығып, дүниеге оралған осы бақытсыз әйел кілесемізге Інжіл туралы білім беретін мектепте өмірді жаңадан бастауды ұсынады. Бұл үмітті нығайтып, әрқашан кереметтерімен таң қалдыратын Құдайдың мектебі. Егер біз Исаның үлгісіне еліксек, біз басқалардан мін іздеуге тырыспай, күнәһар адамдарға сүйіспеншілікпен қарай алатын боламыз. Сонда біз қазірдің өзінде қасымызда жүргендерді айыптамай, арамызда жоқтарды іздейтін боламыз. Басқалардың күнәсін саусақпен көрсетуді қойып, Құдайды тыңдай бастаймыз. Ұятқа қалған адамдарға қарай мейірімділік көрсетіп, жарамсыз деп салыналатын кісілерді сүйіспеншілікпен қарсы алатын боламыз. Бауырластарым, бүгін Иса Мәсіх бізге мұны өзінің үлгісімен үйретіп жатыр. Бүгін иеміз Исаға бізді таң қалдыруға рұқсат етіп, бізді жаңартатын тәлімін қуанышпен қабылдайық. Құдай бізге көмек ете берсін. Аумин.